Ассаламуалейкум достар. Бүгін кәсіпкердің үздіксіз оқу және де даму әдеті деген екінші сабағымызды бастағалы жатырмыз. Не үшін кәсіпкерлер үздіксіз оқу керек, үздіксіз даму керек? Қалай ойлайсыздар? Кәсіпкердің үздіксіз оқу және даму өте маңызды. Өйткені олар үнемі өзгеріп тұратын бизнес ортасында болған кезде бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік береді. Бұл процесс үш себепке негізделген: әрдайым өзгеріп отыру, бәсекеде озу және өсу, өркендеу. Бұл себептер кәсіпкерге өзгерістерге тез бейімделуге және де артықшылықтарын арттыруға және де қойған мақсаттарына тез жетуге көмектесетін болады. Кәсіпкер ретінде өзгерістерге үнемі ашық болу және оған тез бейімделу бұл табысқа жетудің негізгі құралдарының бірі болады. Өмір деген өзгерістерден тұрады. Өзгерістерді қабылдау арқылы ғана біз өсіп дамиды екенбіз. Кәсіпкерлік 21 әдетті қалай қалыптастыру керек? Қалай ойлайсыздар? Ең бірінші, үздіксіз білім алуды оңай қалыптастыру үшін кәсіпкерлер мынандай бір 3 қадамды жасай алады. Ең бірінші, өз-өзіне инвестиция жасау, тәжірибемен алмасу, бір дұрыс дамушы ортаға қосылу арқылы және де өзіңді түсініп, өзіңді түсінгеннен кейін барып, өзіне бір нақты мақсат қою. Ал енді нақтырақ тоқталатын болсам, өзіне өзін инвестиция жасау дегеніміз не? Бұл кітап оқу, қызықты өзіңді дамытатын видеоларды қарау, мысал үшін TikTok желісінде, YouTube желісінде деген сияқты, немесе бір білімдерді алу. Білім деген ол үнемі өзімізге салған инвестиция екенін білеміз. Сол үшін де өзіміздің осындай білімді үнемі оқу арқылы өзіміздің білімімізді жаңартып отыруымыз керекпіз. Бұл сіздердің жетістіктеріңізді бағалауға және қажетті түзетулерді енгізуге көмектесетін дүние. Оқушыларымызға арналған тапсырма. Қандай тапсырма берсем, білімді үздіксіз алуды қалыптастыра аласыз? Қалай ойлайсыздар? Мен сіздерге 3 үй тапсырмасын беремін. Осы 3 үй тапсырмасын орындаған кезде араларыңыздағы ең белсенді оқушыға 21 000 теңге ақшаны аударатын боламын. Ендеше ал кеттік. Бірінші тапсырма: 21 әдеттің болып жатқан марафон біткенше, және немесе осы челленджіміз біткенше, өздеріңізге, көңілдеріңізге жаққан, өздеріңізді бір дамытатын бір кітапты таңдап алуыңыз керексіз. Осы екінші сабақтың үй тапсырмасы. Әрқайсыларыңыз осы марафон біткенше, челлендж біткенше, мен сияқты өздеріңізге бір кітапты таңдап алыңыздар. Бір кітапты таңдап алып, осы 21 күн марафон біткенше, сол кітапты сіздер оқып бітіру керексіздер. Менің таңдап алған кітабым «Берекелі бизнестің сыры». Арман Әлімбет деген автор, бір кәсіпкердің және 12 ірі компанияның тарихы деген. Мен мына кітапты таңдап алдым. Алла жазса, сіздер де өздеріңіздің көңілдеріңізге келеді, көңілдеріңіз соққан, өздеріңізді дамытатын бір кітапты таңдап алып, соны осы 21 күн челлендж біткенше оқып бітіру керексіздер. Және де сіздерге екінші тапсырма: Инстаграмдағы Кит Алматы парақшасына тіркеліп, сол кәсіпкерлер немен айналысады екен, қалай дамиды екен, сондай бір үнемі сол парақшаны қарап, зерттеп отыратын болсаңыздар, өздеріңіз де дәл сол кәсіпкерлер сияқты дамитын боласыздар. Және де үшінші тапсырма: сіздерге қарапайым сұрақтар берілетін болады. Қарапайым сұрақтардың мәнісі мынандай: сіздерге қарапайым 8 сұрақ беретін боламыз. Осы 8 сұраққа шынайы түрде алдамай, өздеріңіздің бір жүректеріңізді тыңдап жауап беретін болсаңыздар, міндетті түрде сіздерді дамытатын болады. Оқу және даму туралы 2 сұрақ: қандай жаңа білімді алып, өзінің дағдыларыңды дамытқың келеді? Және де қандай ресурстарды пайдаланып, кітап, онлайн курстар, YouTube деген сияқты дүниені пайдалану арқылы қандай дағдыларыңды дамытқың келеді? Байланыстар: қандай бизнес топтарға қосылғың келеді, немесе тәжірибелі қандай бір кәсіпкермен араласқың келеді? Төртінші сұрағым:
қандай салаға дамып жатқан болатын болсаң, сол саланың бір білікті бір адаммен байланыса аласың. Сол жағынан да бір ойланып көрсеңіз. Бесінші сұрағымыз өзіңізді өзіңіз бағалау. Қандай салада жұмыс жасағыңыз келеді? Немесе уже бір кәсіпте салада жұмыс жасап жатқан болатын болсаңыз, онда сол саланың ішінде нені өзгерткіңіз келеді? Масштабқа шыққыңыз келе ма деген сияқты нақты ойланып, сол сұраққа жауап жазуыңыз керексіз. Алтыншы сұрағымыз, өсу үшін қандай салаларға көңіл бөлгің келеді? Жетінші сұрағым, өзіңізге нақты айқын мақсаттар қойып үйренуіңіз керексіз. Сол үшін жақын арада негізгі мақсаттарыңыз қандай болады? Осы сұраққа жауап беретін болсаңыз, және де сегізінші, қалай бағдарлама жасап, немесе өзіңіздің салаңызды реттеп, өз өсіміңізді бақылайсыз. Бұл сұрақтар саған өзіңді дамыту жолында бағыт беруге көмектеседі.